Assalamualaikum. Armısınlar? Саламатсыз ба? Ал бір видео жаза кетейін дедім. Ой деген көп-ақ басты быт шығып жатыр. Қайсын бастарын, қайсын айтарын таба алмай отырым. Кейде барға қаптап кетеді ой деген. Кейде барға бір айтайын десең бірдеме келмейді. Шабыт деген сол бәле шығар. Баяғы ақындар мен жазушылардың айтатын. Енді тиктокты шамалап жүрміз. Бір ізіміз бар. Не бір кереметтер, не бір мақтылар бар екен. Бірақ не бір адасқандар да бар екен. Енді культура тиктока дейтінді ұйымдастыру керек, соның үшін де қазақтарға. Сен тек амандасқаныңнан бастап, ана өздерінің көзқарасы бойынша өткізіп қойған ассалаумағалейкум деген амандасу. Мен білмеймін, христиан дініндегі түрік тілдестер сөйтіп амандасатын, амандаспайтын. Енді здрасте демейді шығар. Сондықтан жалпы ол амандасу арабтардың еншігі деп айту қиын шығар. Тіпті еншігі болған өзінде де ассалаумағалейкум дегенге болады тек. Талант қалай растерзанияға жіберу дұрыс емес шығар. Қазақша жетпей қалды. Ал енді тәңіршілдер отырады. Тәңіршілдер жаңағыдай бастайды екен. Енді мұсылмандар отырады. Мұсылмандарға кіріп келсең, армысың деп. Олар бар ғой, мен басында қызыққа наоборот кіретін едім. Артынан нем дұрыс емес екенін түсіндім. Бірақ енді дұрыс шешімді қай жерден бастау керек екен әлі күнге дейін таба алмай отырмын. Негізі сәлем деген сөз атасы. Қазақ сөйлейді. Сәлем түзелмей, әлем түзелмейді дейді. Сондықтан қай тілде амандассын, маған десе неміс тілінде. Тоқтап, тыңдап, бірден келемешке салмай, ондайды қою керек, қазақтар ау. Солдай жағдайлар айтайын деген. Тағы да айта кететін заттар. Әлем сақтан мұсылманмыз деп айтатындар бар. Әлем сақтан қазақпыз деген ұғым қалыптасқан. Енді біздің Жәнібектің пен Керейден бері қарата қазақ болғанымыз дейтін историктер бар, историк емесі бар. Солардың кім шақырып атыр маған мен эфирге? Эфирге бармайым ешкімнің. Бәрібір ешкімнің ойын ешкім тыңдамайды. Өздері бірден келемештеу. Сосын өз платформамда жеткізе алсам жеткізем, жеткізе алмасам әзір бармайым әтеу. Сондықтан өте үлкен қиын жағдай екен. Басқасының есімен салам ғой. Иә. Ой. Біреуді күтіп отырып, эфир аша қойып едім. Так, қай жерге келіп тоқтап қалдым. Сондай жағдайлар. Қазақтар мазақ болмау үшін ондайыңызды қойыңдар. Кеше мен бір Кавказ халықтар екен, ішінде Дагестан бар, не бар? Оларды религияны қолдап жатыр. Жаңағы қалай жалпылама талқылап жатыр екен. Религия қалай келді, қалай нетті, Дербентте 40 кім еді?
дін таратушылар келіп өлі солардың мейіттері бар екенін, ал айқай да жоқ, шу да жоқ, жай ведущий бірдеме айта қалса бәрі тоқтай қалады. Бізде ведущийді ұмытып кетеді. Ой, ол қалды қандай тақырыппен басталғанын. Анау кірді, бір көп тыңдаған жоқпын, біраз уақыт тыңдадым. Тым жақсы әңгіме айтып отыр. Бет жыртысу жоқ. Бізде дейтін бет жыртысу білмеймін. Не деген сұмдық, не деген қырғын. Сондықтан амандасқан адамға қазақтың несін сіздер ұмытып баратсыңдар, қай-қайсыңызда. Тәңіршілдерің бол, нең бол. Қазақта ең бірінші ұстанатын зат адамгершілік, қазақылық. Сосын ол енді адамгершілік, қазақылық, жаңағы тіпті муслимдар негендің ар жағында ұйымдастыратын иман деп бір неде айтып кеткен мен. Енді бір несі, ісі олардың. Иман ұйымдастырады, бір ісі жақсылық жасау. Жақсылық деген не екенін ұғыну керекпіз. Соған қара ұмтылу керекпіз. Біз аналарды келемеш дейміз, мыналарды келемеш дейміз. Сосын исламистер, ислам дінінде жүргендер, сіздердің 72 ма, 73 па, 77 ма тармағыңыз бар. Сол тармақты таратуға рұқсат берген, Құранның аударымдарын неге дұрыстап несінен етілген, оны жаңағы Сауд Арабиясында институт па, академия ма, Әл-Асқар Шериф бірдеме деген институт па, академия бірдеме, соның ұлықсатымен қай период, қазақ тілінде болсын, орыс тілінде болсын, солардың ұлықсатымен периодталған затты сіздер насихаттау керексіңдер. Сіздер қазір анау жазып кеткен, мынау жазып кеткен, анау аударып берген, ана ағымның бірдемесін, мына ағымның бірдемесін өздеріңіз бірінші өздеріңізді тәрбиелеп, өздеріңіз сол ислам дінін мен айта алмаймын, жамандалмаймын, нағыз несінде, нұсқасында дұрыс неге жазылған заттар. Ұлы кітаптар дейікші. Ұлы кітаптардың қай-қайсыда насихаттауы адамгершілікке алып келеді, адамгершілікті жоғалтпау, адамгершілікті насихаттайды. Сондықтан қай діндесін, анаусың, мынаусың, тәңіршілсің бе, тағы бір демесің бе, соны анықтап, содан кейін барып қазақ болуға ұмтылайық. Ата-бабамыз мұсылман дінінде болған, бірақ қазіргі насихаттағыдай емес, өзінің бөлек көзқарасы болған. Тәңіршілдік менен ислам дінін қатар алып байтқан халық. Мен қайта айтайын. Ондай халықтар бар бүкіл нелерде. Соның ішінде ең тәңіршілдік менен мұсылман деген дін жоқ, ислам дінін қатар алып байтқан халық ол қазақ. Ал мына әрі қарата северге қарата жүретін болсақ, ояқта христиан діні менен тәңіршіл дінді қатар алып байтқан якуттар. Якуттардың біздермен дәрі тілі ұқсастығы бар, жақындау, бірақ екі бағытқа кетіп қалған. Оларда да жаңағыдай әңгімелер бар екен, мәңгүртсін, бәлен, түген деген. Ошы мына мәңгүрт деген технология ма, не дейді? Чингис Айтматовтың кіргізіп кеткен. Соның салдары қазір үлкен мәселе болып тұр екен. Сондықтан енді айтарым осымен тәмәмдайын, көп сөйлегеннен пайда жоқ. Және тек уақыт өткізіп, уақыт босқа кетпесін деп шыға қойып едім эфирге. Ал сау саламат болыңдар. Бәріңізге, тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсылықта, жақсы істерде кездесе берейік. Сау болыңдар.